Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге ұйғыр самсаның рецептін жасайтын боламыз. Ең алдымен каналды қолдау ретінде тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал ендеше бастайық. Бізге 75-82% сары май қажет болады. Немесе маргарин қоссаңыздар да болады. Енді ұнды салып, илеп аламыз. Дүкеннің 20% қаймағын аламыз, ішіне сода, тұз салып қозғап аламыз. Енді дайын қоспамызды алып, ұнның үстіне саламыз. Енді бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Барлық қоспаны араластырып аламыз. Ұнды салып, жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Міне достар, біз қамырымызды илеп болдық. Енді пакетке салып, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Ішіндегі майы қатуы қажет. Осы уақытта начинкасын дайындап аламыз. Бізге пияз қажет болады. Сиырдың етінен фаршты саламыз. Дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш саламыз. Өзім самсаларға зіре қосқанды ұнатамын. Қалауыңыз бойынша зіре, кориандр салып жіберсеңіздер, дәмі өте керемет шығады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне 2 сағаттан соң менің қамырым дайын болды. Енді оларды бөліктерге бөліп аламыз. Менде 26 күлше қамыр шықты. Қамырды дөңгелетіп жайып, ішіне начинкасын саламыз. Дәл видеодағыдай екінші бетіне аударып, шеткі бөліктерін басып, дәл видеодағыдай түйіп шығамыз. Қалған самсаларды да дәл солай жасап алатын боламыз. бір жұмыртқаның сарысына
2 ас қасық сүтті құямыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, самсаның бетіне жағып шығамыз. градуста жарты сағаттың ішінде самсаларымыз дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай достар, біздің ұйғыр самсамыз дайын болды. Дәмі өте керемет, әрі жұмсақ болып шығады. Ауызда ериді. Дәл осындай рецептпен жасап көріңіздер, үйдегі жандарыңызға ұнайтыны сөзсіз. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.